Құрметті студенттер, бүгін біз математикалық сауаттылықта есептер сақлауды жалғастыратын боламыз. Біздің бірінші сөзімізге көшейік. Қазір бізде ең алдымен нысандардың ішінде ең үлкенін табу керек. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, тұтасты 12 мүлдем аз, 12 бар көп сандардың ішінен. 12,12-ден 12 бар, және 12-ден 12-ден 18 бірді береді, ал 12-ні қосып біз 13 болады. Бұл 13 деп аламыз бұл санды біз. Яғни бұл 13 болатын болса, мына 12-ні кетеді. Демек түбірасты 121-ден 11 шығады, ал 12 градус сайын ол мүлдем аз. Сол үшін бізде 12-ден 12-ден жауап дұрыс болады. Ал екінші есепте біз ортақ бөлім беріп алатын боламыз ең алдымен. Яғни олардың ортақ бөлімдері қандай болады? Ортақ бөлімдері әрине мұнда 6 болады, ал мұнда біз 3-ті береміз. Демек, x қосылған 9 минус 3 болатын болса, яғни x қосылған 9 бөлім x қосылған 9 азайтылған 3 болады. Бөлімде 60 бар. Бұл үлкен немесе тең x азайтылған 5 қосылған 8 бар. Бөлімден 4. Енді осы жерде яғни кәдімгі ашатын болсақ, солар бір-біріне сандар көбейтетін болсақ, яғни бөлімнің алымын бөлімнен көбейтіп шығаратын боламыз. Және осы жердегі бізде 4x қосылған 9-дан 3-ті алатын болсақ, бізде ол 6 болады. 6-ға 4-ті бөлсек 24 болады. Және ары қарай дәл осылай 6-ны 3-ге бөлетін, 6-ны x бөлетін болсақ, 6x болады. 6-ны көбейтетін болсақ, ол бізде плюс 18 болады. Енді осы жерде мән беретін жайт, қараңыздар, 24-тен 18-ден 24 азайтамыз, ол кезде бізде минус 6 болады. 4x-тен 6x азайтамыз, ол кезде бізде минус 2 болады. Минус 2x. Енді осы жерде таңбалары дұрыс болу үшін екеуіне минус 1-ге өтеміз, сол кезде біздің таңбаларымыз теріс қарап қалады. Сонда екеуіне 2 қысқартып жіберетін болсақ, онда немесе тең 3-тен деген жауапты біз дұрыс деп айта алады екенбіз. Үшінші есеп, қабырғасы 16 см тең қабырғалы 3 бұрыш құрастырылған дейді. Яғни 3 бұрыш болатын болса, және барлық қабырғалар 16 болатын болса, онда оның жалпы қабырғалардың ұзындығы 48 болады. Енді осыдан бізге шашып жасаған, демек оны біз бөлеміз 4-ге. Онда оның әр қабырғасы 12-ге тең. Және оның біз аудан табу керек болса, біз оны 12-ні квадраттаймыз. Сонда 144 болады. 144. Төртінші есепте біз x-тің орнына варианттағы кез келген сандар қойып көреміз. Енді біздің жағдайда минус 4-ті қоятын болсақ, жақшаның ішінде минус 4-тен 3-ті қосатын болсақ, онда ол минус 1 болады. Оның квадраты бізге плюс 1-ді береді. Ал мына жерде енді біз x-тің орнына минус 4-ті қойсақ, ол жерде 3-тен минус 4-ге 3-ті қоссақ, минус 1 болып қалады. Плюс 1-ге минус 1-ді қоссақ, 0 болады. Демек, біздің бұл жауабымыз дұрыс екен. Ал бесінші есепте бұл жерде ең кіші ортақ еселігіміз біздің ең үлкен ортақ бөлгішіміз біздің 3 болады. Ал ең кіші ортақ еселігіміз біздің 3780 болады. Енді бұл бөлінетін сандарға шектеп болғаннан кейін есептеген кезде шығатын санымыз болады. Ал сонда бізде 2260 деген жауап шығады екен. Бұны кәдімгі ең кіші ортақ еселіктің ең үлкен ортақ бөлгішін есептей саламыз. Алтыншы есептің берілгені дұрыс емес. Жетінші есепті шығарайық. Жетінші есеп, төмендегі фигуралардың шаршысының ауданын табыңыз дейді. Және бұл жердегі төмендегі фигуралардың барлығын егер қосып шығатын болсақ,
біз бұл жерде білеміз, жалпы сонда 70 шаршы бар екен. Яғни қанша шаршы бар, соның барлығын қосып шығамыз, және соны біз бір тастың ауданы 3 см квадрат болатын болса, оны 3-ке бөліп саламыз, сонда 220 болады. Сегізінші есеп, егер бір бізде x-тан үлкен болса, x y-тан үлкен, бірден x үлкен болатын болса, x-тан y және одан z үлкен болатын болса, келесі өрнектердің ішінде ең үлкен мәнді қайсысы қабылдайды? Демек, ең үлкен мәнді әрине бізде z шақшаның ішінде x қосылған y қабылдайды. Z ең үлкен сан болған үшін шақшаның сыртында қалады, және одан кейінгі екі санның қосындысы болады бізде. Яғни, мына екі вариантта бізде бір бар екен, олар ең кішкентай сан бірақ ол бізге керек емес. Ал мына екі вариантта x пен y-тан басталып тұрған, бізге ол z-тен басталу керек. Үшін біздің жауабымыз бірінші вариант деп айта алады екенбіз. 9-шы есеп. А вариантында бізде тоқаштың саны, Б вариантында шығынның саны дейді. Бізге мына жердегі жалпы именно бізге сандары, именно қайсысы сан екені көрінбей қалған. Бірақ бұл жердегі сіздерге негізгі мән беретін жайт, мына жердегі сандардың бізде мынау саны болатын болса, ал мынау бізде бағасы. Мынау саны болатын болса, мынау бағасы. Мынау саны болатын болса, мынау бағасы. Тура осы секілді диаграммаларда тек қана мән беріп қарап есептеп отырсаңыздар болды. Басқа қиын еш нәрсе жоқ. Енді мына жерде қарайық. Бізде А бөлінген Б 25-ке тең екен. Яғни біз А-ны не деп аламыз? Енді былай алсақ болады ғой. А тең 25 десек. Сонда 25 бөлінген 5, я. А деп отқан жерсін 25-ке тең мына жерде. Мына жерде дәл осы тұрсын бір есептеп алайық. Яғни А бөлінген Б, ал Б бізде 2-ның 3-ке қатынасында деп тұр. Яғни 2 бөлінген 3. 3 бөлінген 5. Сонда бізде мұнда 2-ге қысқарып кетеді. 2, 5 пен 5. Мұнда ол жерде қысқаратын 5 пен 5-те қысқарады. Сонда бізде 5, ал А-ның орнында, сонда біз ең соңында 3-ке 5-ті көбейтетін болсақ, А-ның орнында бізде 15 қалады. 15 қалады. Сонда 15 пен 5-ті қысқарсақ, 3-тен 1-ге тең деп айтсақ болады екен. 11-ші есеп, екі таңбалы ең үлкен жай санды екі таңбалы ең кіші жай санға бөлгендегі қалдық дейді. Екі таңбалы ең үлкен жай сан, ол бізде 99, 98, 97 болу керек. Кеспесем. Екі таңбалы ең кіші жай санға дейді. Ең кіші екі таңбалы жай сан, ол бізде 11 болу керек. 10, одан кейін бізде 11. Енді 11-ді 8-ге өтетін болсақ, ол 88 болады. Şimdi azaytатын болсақ, бізде 9 болады екен бізде. Burada біздің жауабымыз дұрыс екен. 12-ші есеп, бірінші командада 15, екінші командада 18, үшінші командада 30 адам бар. Жарыс нәтижесінде жеңіп шыққан команда мүшелері бірдей етіп сыйлық алуы керек дейді. Және таратылмай қалған сыйлықтар болмауы керек. Сонда ұйымдастырушылар кем дегенде қанша сыйлық алуы керек. Бұл жерде достар неге мән береміз? Бұл жерде мына 15, 18, 30 үшеуі де бөлінетін санға мән береміз. Үшеуі де қайсысынан бөлінеді? Үшеуі де бірдей 270-ке
және 90-ға бөлінуі мүмкін, ал бізге негізінен 270-ке 18 бөлінбей қалады. Сол себепті бізге тек қана 90 ғана болады. Он үшінші есеп а шамасы x дейді, в шамасы y дейді. Сонда есептеп көрейік. Егер 2x мұнда y-ті теңдеп берсек, сонда ол бізде x мына жердегі y-ті былай жазсам, y тең егер екінші жаққа өтетін болса, ол x минус 1 болады. Жоғарыдағы 2x-ің жанына осының жарасынан қосылған x минус 1 дейді. Тең 5. Сонда 2x-ға x қосылған 3x болады. Бір 6 бар қосылады. Сонда 3x тең 6, x тең 2-ге болады. X 2 тең екен. Демек, ал y табу үшін біз 2-ден 1-ді азайтамыз мына жерде. X 2 тең, y 1-ге тең. X-іміз біздің а шамасы болғаннан кейін а шамасы үлкен деп айта алады екенбіз. 14-ші есеп. Диаграммада өзеннің ұзындығы бейнеленген. Волганың ұзындығы нөлдің қанша пайызы екенін табыңыз дейді. Жалпы Волга бізде 3530, ал Волга деп отқанымыз ол біздің 3500. 3530 нөлдің қанша пайызы болғаннан кейін біз мына астына екен ал орнына осы нәрсе салып нөлдің мәнінде жазбайық, 6671 болатын болса, осы бізде 100% болады. Осы бізде 100% болады. Ал бізге енді осы жерде x-ті табу керек. Бұлай екен пропорцияға көрсететін болсаңыздар, яғни x тең бөлімінде 6671 болады. Ал мұнда 3500 математикті қорытпағандай себебі оңға көбейтіліп жатыр. Сонда бізде егер осы сандарына бөлетін болсақ, бізде 53% болады. 15-ші есеп. Графикте асан мен үсеннің бір апталық шығындары келтірілген, үсеннің сенбіге дейінгі шығындары қандай дейді. Үсеннің дейді, жалпы бір апталық шығындары қандай? Үсен ол бізде барды ғой, жасыл немесе қызыл. Бірінші 350, одан кейін 200, 550 болды, одан кейін 300, 750 болды, кейін 200, 1050 болды, одан кейін 350, 1400 болды. Сенбіге дейін, демек біз жұманың ғана есептейміз. Сонда 1400 теңге сенбіге дейін үсен жаратылады екен. Мінекей осылайша сіздерге біз тағы бір тест талдап көрдік. Ендеше сұрақтарыңыз немесе басқа да сіздерге есептеріңіз немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар міндетті түрде сіздерге жауап беруге тырысатын боламын. Сіздермен болған мен Нұрхан Қожа. Көріп сіздерге жемісті болады деген ойдамын. Жақсы, сау болыңыздар.